көзге көрінбейтін бояулармен және өзінің пиадалысты дыбыстармен тоя кеткен ақындардың жұмбағының бірі. 20 ғасырдың поэзия кезінде өзінің құдіретті қара өлеңдерін әлемге паш еткен болатын. Мұқағали Мақатаев жыр сүйер, әрбір жүректен орын алатын ақындардың бірі. Ол бізге өзінің өлеңдері, яғни адамның өмірін сипаттайды. Себебі Мұқағали Мақатаев шыншыл поэзия жазған ақынның бірі. Мұқағали Мақатаевтың өзінің заманында түрлі шығармалары болды. Алайда ол жоғары өрнектен өзінің лайықты бағасын алған жоқ. Кейін ол өлгеннен кейін барып, оның 3-4 томдық кітаптары жарық көрді. Ол республикада айтыла бастады. Мұқағали Мақатаев қыз. Қыстың ызғары көзді жас қылады, ақ қарда талай басады, тау-таста аралап түсіне көріп, қашан көктем